Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Жалпы ислам шариғатында Алла Тағала өзінің бір тыйымдары және Алланың бұйрықтары болады. Бұл шариғатта Құранмен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистермен және де ғалымдардың сөзімен бекітілген дүние. Яғни ислам бізге бір нәрсені бұйырады, істеуіміз міндет болады, ол амал бізде парыз болады, және де ислам бізді бір істен тыяды. Бұл нәрсені істемеуіміз қажет, бұл нәрсе харам болады деген сияқты. Мысал үшін айтатын болсақ, істеуіміз міндет болған, парыз болған дүние, ол мынау ораза. Рамазан кезінде ораза мысалға. Одан кейін намаз оқу, зекет, адамдарға жақсылық жасау, садақа беру, адамға зиян келтірмеу, жұмыс жасау, отбасыға көңіл бөлу деген сияқты. Бұның барлығы ислам бізден талап ететін негізгі исламның міндеттерінен адамға бұйырған. Дәл сол сияқты ислам бізден тыятын дүние бар. Мысал айтатын болсақ, ислам бізді зина жасаудан тыяды. Ислам бізді өтірік алдаудан, өтірік айтудан, адамның хаққысынан кіру деген сияқты харам дүниенің барлығынан бізді тыяды. Енді осы тыйымдардың ішіндегі көп адам мән бере бермейтін, бірақ та өте маңызды және де біздің қоғамдағы өте өзекті мәселенің бірі ол өсім, яғни риба мәселесі. Алла Тағала Құран кәрімде дейді. Алла Тағала баяқты, яғни сауданы халал қылды, адал қылды, рибаны, өсімді харам қылды дейді. Риба дегеніміз, яғни өсім, шариғатта өсім. Жалпы ғалымдарымыз бұл рибаны, өсімді екіге бөледі. Бірінші ол затпен болатын, мысалы азық-түлікпен болатын өсім, екінші қарызбен болатын өсімді екіге бөлген екен. Соның бірінші айтатын болсақ, ол мысалы үшін өлшенетін дүниелер ауыстырған кезде, айырбастаған кезде үстіне қосылмауы тиіс дейді. Мысалы үшін Билал радиаллаху анхудан келетін хадис бар, ол кісі оқиғасы бар. Ол кісі өзіндегі бір келі шамалы құрманы бір келі жақсы құрмаға айырбастаған кезде Алла Resulullah қарсы болды дейді. Сол сияқты сахабаның көп риуаяттар келеді, қашан олар бір тағамды, арпаны, бидай деген сияқты тағамдарды